Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман? Кеше арнамда шыққан «Бақыттың бағасы» атты әңгіменің екінші бөлімін тыңдай отырыңыздар. Жалпы, әйел адамның ішкілікке салынғаны өте жаман, емделуде қиын, деді сандырақтап жатқан Айманға қарап. Ералының көзі әлі бақырайып тұр. Елдің баласы күйдіруші еді, маскүнемдіктен. Мынау қатындікі сорақ екен. Ал мұндай көмектесетін жақын досы болмаса қайтеді. Көше-көшеде қаңғыбас маскүнем болып, ақыры бір шұқырда өлігі қалады ғой. Мен қайтайын, қонбайсың ба? Ажар айтарын айтса да, өзі қысылыңқырап қалды. Жоқ, үйге барайын. Онсыз да күні бойы жаныңда жүрмін ғой. Түні бойы қашан боласың жанымда? Ажар, ол әңгіме, қисынсыз әңгіме ғой. Саған күлкілі естілетін шығар, бірақ дәл қазір олай істей алмаймын. Мені дұрыс түсінуге тырысшы. Тым құрыса, бетімнен сүйіп кететін шығарсың. Ералы жақын келіп, Ажарды құшақтап, маңдайынан иіскеп бетін сүйді. Ал жақсы, ертең жолығармыз. Үйге келіп, Ералы терең ойға батты. Бір ойы ары тартса, бір ойы бері сүйрелейді. Ау, сонда бұл не істегенім менің? Анда қос сәбиіммен келіншегім ота үстінде жатыр. Мен мына қызбен күннен күнге жақын болып бара жатырмын. Адамгершіліктен шығып бара жатқан жоқпын ба? Дейді бір ойы. Жә, бүлінген еш нәрсе жоқ, ақшамды алдым. Есегім судан өтті деп, қаша жөнелгенің қай адамгершілікке сияр еді? Ары беріден соң емделуге ақшаны кім берді? Бастығыңды соққыға жығып, полицияға түскеніңде кім шығарып алды? Одан қалса, жақсы жұмыс беріп отыр. Нақты арсыз болса, анау Айман сияқты долылықпен қойныңа кірмес пе еді? Өз орнын білетін қыз, саған пайдасы болмаса, бүгінге дейін зияны тиген жоқ. Осы қыз болмағанда, басыңды тауға да, тасқа да ұрып, қайдан табар едің сонша соманы? Әй, бірақ ол да бір нәрсе дәметіп берді ғой. Құрдан құр бермегені белгілі ғой. Не десең де, саған мықты пайдасы тиді. Сәбилерің емін алып жатыр. Әрі қарай бір мәнісі болар. Тәуекел төбе жел қайық. Өтесің де кетесің. Осылайша ойланып үйіне келді. Есігінің алдында жұтынып сүлік қара 570-тің тұрғанының өзі көңілге бірден береді екен. Өзінікі болмаса да, жүргізіп келе жатқанда адамға кәдімгідей дем береді екен. Неге екенін бір күрсініп қойып, жаңа жұмысының қағаздарын бір қарап шықты. Алып бара жатқан, шешілуі керек, тіреліп тұрған мәселе жоқ. Бір-екі адамын жұмыстан босату керек. Бір-екеуіне ескерту жасау керек. Масылдықпен нан жеп жүргендер екенін кеше аралап жүргенде ақ байқаған. Ондай адамдардың дымға да қажеті жоқ, және олар түзелмейді. Түзеліп пайда келтірем дегенше уақыт өтеді. Одан да орнына жұмыс білетін адам алған дұрыс. Барлық дәмханаға қарайтын бір сантехник, бір электрик керек. Аптада бір келіп, тексеріп қарап тұратын қылып, келісіп алса, сол ыңғайлы. Келушілердің көзі түсетін, көп көңіл аударатын нәрселері нелер? Жайлылығы, тағамы, тазалығы. Соған көңіл бөлу керек. Сосын бәрін саралап отырып, Ажарға хабарласты. Сәлем, ұйықтап қалмадың ба? Жоқ, ұйқым жоқ. Не ғой, жұмыс туралы сөйлесейін деп едім. Мен дәмханаларда адамдары жұмыстан босатып, орнына жаңадан адамдар ала аламын ба? Иә, бірақ менімен келісіп. Неге шығарасың? Себебі не? Алатын адамың кім? Соның бәрін білуім керек. Ағайындарды алуға болмайды. Жоқ, ағайынды онсыз да жолатпаймын. Ағайынмен жұмыс дедім дегенше, басым бәлеге қалды дей бер. Лажы болса, қайда істейтініңді тіпті айтпаған дұрыс. Біздің қазақтың кей әдеттеріне күйінесің. Ондай нәрселерді жақсы білемін. Басқа, тағы не сұрағың келді? Басқа болды, тек жұмыс жайы. Жаңа кетерде
Неге сүйіп кеттің мені? Мәс саған, өзің емес пе? Тым болмаса сүйіп кет деген. Ал мен енді ұйықтай алмай жатырмын. Менің кінәм жоқ. Өзің сұрап алған нәрсең. Қарай көр мұны. Істерін істеп алып. Менің кінәм жоқ деп. Істеп? Не істеп қойдым мен соншама? Сол, істегенің маған жеткілікті болды. Оған қоса, ана албасты қатын ұйықтамай ойбайлап, ән салып жатыр. Арасында сені іздеп қояды. Ойбай, атама оны, Құдай есіркесін. Дүниеде жек көретінім ішіп алған қатын. Ал мен ішсемше, сен ішсең, 2-3 күн сенсіз жұмыс істей тұрамын. Сосын, келген кезде ұрсасың ба? Жаман қызсың, неге арақ ішесің деп. Иә, ұрсам, жазалайсың ба? Жазалаған нес? Не деп жазалаймын сені? Қалай жазалаймын деп сұрамайсың ба? Жазаламаймын, тек сөйлеспей қоям 2-3 күн. Онда мен асылып, өліп қалам ғой. Өлмейсің. 2-3 күн Айман сияқты өлең айтып жата тұрасың. Сосын келесің, үстіңнен сасық иіс кеткенде, ішкен адамның үстінен сасық иіс шығады ма не? Әлбетте, адам түгілі иттер жиркенетін сондай бір лас сасық иіс шығады. Бәрі жиркенеді. Жарайды, өзің не істеп отырсың ұйықтамай? Сол, жұмыстың қағаздарын бір қарап қояйын деп. Жарайды, жақсы ұйықта. Жақсы. Сонымен Ералының жаңа жұмысы басталды. Бірден дәмхананың қызметкерлерін жинап, жаңа тәртіпті түсіндірді. Өсек, қырғи қабақ, бірін-бірі аңду болса, бірден жұмыстан шығасыңдар. Жұмыстан кейін білгенің істе. Жұмыста ұшқан шыбынның дыбысы естілу керек. Келушілерге қоқаңдап, дөрекі сөйлегендерде жұмыстан кетеді. Әлбетте, келушілерде өздері шу шығару мүмкін. Ол кезде күзетші жігіттер реттейді. Егер оғанда көнбей жатса, маған хабарласасыңдар, деп ескертті. Ол тікелей админнің жұмысы. 1-2 дәмханада 1-2 адамы келіспей, мұның айтқанына көнгісі келмей, ақыры жұмыстан шығарып, орнына басқа адам алды. Ең алдымен қойған талабы тазалық. Барлық дәмхананың тазалығы ең жоғары дәрежеде болу керек. Жерде қисық қыл жатпау керек. Шаң деген нәрсе болмау керек. Ол үшін күнде тазалық жасалу керек. Тазалықта жүрген кісілер асханаға көмектеспеу керек. Азық-түлік өз алдына бөлек қоймада болу керек. Азық-түліктен басқа ол қоймада еш нәрсе тұрмау керек. Осылайша 1 апта өтті. Бұл саланың да өз қыр-сырлары бар екен. Үйренетін нәрселері бар екен. Білмегенін интернеттен қарап, ютубтан қарап үйрене бастады. Форум деген нәрсе бар екен. Осындай басқарушылар тіркеліп, тәжірибе бөліседі, ой айтады. Кейде бір мәселеде келісе алмай тартысып жатады. Арасында Ажар екеуі кешкі тамаққа көңілі түскен дәмханаға барып тұрады. Уақыт өте, Ажардың да таныстарымен араласа бастады. Еркектері Ералыға сыйластықпен, қыз қатындары қызғаға қарайтын. Ондай кезде Ажардың мазасы кете бастайды. Білдіргісі келмесе де, үйірілген қыз келіншектен қарадай қызғанатын. Біраз үйренген соң, костюм шалбарға да үйренді. Бабын келтіріп, қарап кисе, қанша дегенмен, қарапайым киімнен әлде қайда әдемі, әрі ер адамға бір тартымдылық береді екен. Қолы бос кезде өзі де барып, костюм шалбар қарап келетін әдет тапты. Бір күні келіншегі хабарласты. 3 күннен соң қайтамыз, сосын 1 айдан соң қайта келуіміз керек, деді. Өткендегі Ажардан алған ақшасының жартысы мұрты бұзылмаған күйі сақтаулы. Одан басқа айлықты алып қалатын уақыты жақын. Сол оймен, иә, күтіп аламын, уайымдамаңдар, бәрі дұрыс болады, деп тұтқаны қойды. Сонымен межелі күні әуежайға барып, келіншегімен бөпелерін күтіп алды. Кеткен кезде заттары аз сияқты еді. Келер кезде артынып-тартынып, 4-5 сөмке арқалап шықты терминалдан. 2 сәбиі реңдері дұрысталып, сәл өсіп қалған.
келіншегі де сәл дұрысталып жақсы болып қалған. Қанша дегенмен дамыған мемлекет сырқаттың жағдайын қалай жасауды білетін дұрыс бағыттағы ел ғой. Бөпелерін құшақтай иіскелеп, келіншегін сүйіп, балдызында құшақтап, бәрі көлікке қарай жүрді. Сәуле Ералының өзгергенін бірден байқады. Толған, киімі де басқаша, баяғыдай шаршап, жүнжібірет жүретін Ералы емес, басқаша. Көлікке келгенде тіпті шошыды. Кімнің көлігі? Қызметтік көлік қой, жұмыстан берілген. Бастықсың ба сонда? Я, кішігірім бастық десе де болады. Сонымен бәрі ырғалып-жырғалып, тиеліп енді қозғалып жатқанда, артқы есікте біреу шұлқи ашты. Оңбаған, жақсылықты білмейтін ешак, мен саған әлі көрсетемін, көзіңе көк шыбын үймелетемін. Айман тағы да ішіп алған. Ералына аңдып, әуежайға келген еді. Ералы мұндайды күтпеген. Келіншегі шошып кетті. Бұл кім дегендей, көзі бақырайып, Ералға қарады. Екі қызың бар, еще милиционер қатынды ұстап алғансың. Сен сияқты еркектерді аямай өлтіру керек, деп аузынан көбігі шашырай, көліктің алдыңғы орындығына міне бастады. Сенмен бірге барамын, түспеймін, деп екі сәбиімен келіншегін шошыда айқай шығара бастады. Ералы көліктен түсіп, айналып барып, Айманды көліктен жұлқи түсірді. Сондайда полиция қызметкері тұр екен, қол бұлғап шақырды. Полиция келді. Мына кісіні жақсы танымаймын, тек бір рет көргемін. Ішіп алып мазамды алып жатыр. Қызметтік көлігіме мініп, ішін бұлғап, айғай-шу шығарып жатыр. Полиция Айманды көріп, тағы бір қызметкерді көлігімен шақырып, ойбайлатып салып алып кетті. Ералы түтігіп кеткен. Келіншегінде үн жоқ. Не де болса, үйге жеткен соң сұрармын деп отыр. Сонымен үйге келіп, улап-шулап түсіп, реттеліп тамаққа отырамыз дегенде, түннің бір уағы болды. Екі сәбиді жатқызып реттеп, Сәуле Ералының жанына жантайды. Ереке, әу, бағанағы қатын жынды екен, я? Ол, біз осы отаға ақша іздеп жүргенде, бір басқа келіншекке апарған, ақша бере алатын адам деп, сол кезде көріп танысқан едік. Бұл осылай кейде ішіп, лағып кетеді екен, ешкімге бой бермей. Бізге қарыз берген келіншектің танысыма, құрбысыма сондай, құрсын, даусы да ащы екен. Шошытты ғой, бөпелердің құлағын жауып қойғаным дұрыс болған екен. Ұшақта мотордың гуілінен шошима деп қымтап қойғам ғой, соны шешпеген едім. Бір милиционер қатынмен жүресің деді ма? Ол кім? Ол бізге қарыз берген келіншек қой, жүрген дымы жоқ, көк түйіні жоқ, мені қайтсын ол. Бай ғой шіріп кеткен. Қызғанып қалдың ба? Саған сенем ғой, Ереке. Ондай талай-талай қыз қызықты ғой, өзімде көрдім. Сенің ондай жолға түспейтіңе сенемін. Жұмысты да сол келіншек берді. Айтпақшы, алдыңғы жұмысыңнан неге шықтың? Ой, біздің бастықты білесің ғой, екеуміз коридорда соқтығысып қалып, қой десем қоймай боқтап, жігіттер араша түсіп, жіберсем тағы боқтайды. Бір соғып талдырып тастадым. Сосын полиция келді. Ол жақта тағы боқтады, тағы таяқ жеді. Сосын бір танысым араға түсіп шығарып алды. Сосын ол жұмыстан шықтым. Мына жұмысым жақсы, ешкім араласпайды. Өзің жұмысыңа мұқият болсаң болды. Не істейсің сонда? Осы қалада 6 дәмхана бар, соларға қараймын. Толық жауапкершілік менің мойнымда. Есік алдындағы жолынан бастап, шатырына дейін. Ішінде жүрген қызметшілерімен қоса. Айлықты кім береді? Сен бересің ба? Жоқ, айлық беретін өз бухгалтериясы бар. Бірақ барлық кіріс шығыс қаражатына мен қараймын. Ертең бір нәрсесін іліп жібермесін құрсын. Жоға, барлығы құжатпен ғой. Жарайды қойшы, сағындым, мен де. Таңертең тұрып, келіншегін оятып, жаным, мен кеттім. Түске таман келермін. Үйде азық түлік жоқ шығар. Қазір бір көлік жіберемін. Сонымен базарға барып қайт. Балдыз бөпелерге қарай тұрар. Деп киініп көлігімне мініп,
жұмысына келді. Келсе, Ажар ерте келіп отыр екен. Кеше хабарласпадың. Иә, кеше бала шағам келіп, соларды күтіп алып, уақыт болмады. Жарайды. Келсе дұрыс болған екен. Денсаулығы қалай? Не депті дәрігерлері? Ендігі ай тағы барамыз деп отыр. Соған қарағанда бітпеген болса керек. 1 ай, 40 күн жата бермей, үйге келдік дейді. Иә, онысы да дұрыс. Ем алмаса бекерге жатып қажеті жоқ. Кеше сол бала шағамды күтіп алып жатқанда, Айман әуежайда аңдып барған ба, ішіп алған, аузына келгенін оттап, айғай шығарып, қатыныма ұмтылып, біраз мида шытты. Ол қатында тыныш жүре алмай, бәле болды ғой. Сонымен оны не істедің? Не істейін? Полиция қызметкеріне тапсырдым. Бөпелерді шошытатын болған соң, солай істеуге мәжбүр болдым. Иә, дұрыс, жатсын біраз күн, есін жисын. Әбден қанды ішіп бітті ол да, деп орнынан тұрды да, енді қатының қойныңда мені ұмытасың ғой, солай ма? Ажар, мені соншалықты тоғышар деп ойлайсың ба? Сен болмағанда мен ақша табар медім, таппас едім, белгісіз. Сенің көмегіңмен 2 қызымды емдетіп жатырмын. Жұмыс бердің. Сенің алдыңда қарыздармын. Қалай қайтаратынымды бір Құдай білсін. Бірақ мойныңда қыл арқан шірімейді. Әйтеуір бір қайтарармын. Иә, ішкі бір түйсігіммен сезем. Қайтар аласың. Саған неге мұнша байланып қалдым? Оны да түсінбеймін. Менікі болмайтынды да сеземін. Бірақ жаныңда жүрмін ғой. Күнде қарап отырамын. Бір ана ұл тусам, осындай болсын дейтін-ақ азаматсың. Бір қыз, болашақ жарым, осындай болсын деп армандайтын жігітсің. Құдай дүние бермесе де, оның орнын сымбатпен, адамгершілікпен, мәрттікпен, адалдықпен, шыншылдықпен аямай толтырыпты. Соның бәріне анау отты жанарың қосылғанда, мен саған айтайын. Алматыда, басында сәл миы бар, кез келген қыз ғашық болмай тұра алмайды. Өткенде бір кафеде отырғанда, байқадың ба, қыздардың қалай үйірлі кеткенін? Соның жартысынан көбі сен туралы менен сұрағанын білмейсің ғой. Бәріне демалыңдар, дедім. Адамы бар ол жігіттің, деп. Тіпті адамы тау емес шығар, әррақ жылжытып, қоюға ақшада, таныста жетеді, деген қыздарда болды. Қалталы байбатшалар әлемі. Олардың пайымы біраз өзгеше болады ереке. Олар қызықтың бәрінен шаршаған. Дубай мен Мальдив олар үшін қызық емес. Оларға сен сияқты мықты адам керек. Өйткені сенде барды, олар сатып ала алмайды. Оны жақсы біледі. Сол үшін гүлге үймелеген көбелектей болып, бәрі саған үйіріліп жүр. Сол кезде қалай қызғанғанымды айта алмаймын. Автоматым болса, бет жүзіне қарамай, бәрін пытырлатып қырып салар едім. Адам бір сирек кездесетін алыстас, жауқартас тапса, оны ешкімге көрсетпеуге тырысады. Бір жағы жарқыратып тағып жүргісі де келмеді. Сол жауқардан айырылып қалмас үшін адам өлтіруге де барады. Ажар, ау ереке, неге жылап отырсың? Білмеймін ереке, сен жұмысыңды істей бер. Мен біраз осында болып, сосын қайтам үйге. Жоқ, сен осында бола бер. Түскі асты бірге ішеміз. Сосын кешке өзім апарып тастаймын. Әлде шаруаларың бар ма? Жоқ, тіреліп тұрған жұмысым жоқ. Жарайды, сен жұмысыңды істей бер. Мен аздап көз іліндіріп алайын, деп жұмсақ диванға жайғасты. Ералы жұмыстарын реттеп, 2-3 сағаттан соң екінші дәмхананы қарап келейін деп сыртқа шықты. Көлігіне жақындай бергенде 1-2 жігіт бұған қарай жүрді. О, інім, темекі бар ма? Жоқ, темекі шекпеймін. Жақындай бере байқады. Біреуінің қолында кездігі бар екен. Бұған қарап тұра ұмтылды. Ералы шымыр, қуатты жігіт қой. Анау жақындай бергенде құлақ шекеден салып жіберді. Қарсыласы шалқалай бергенде шаптан аямай және бір тепті. Екіншісі артынан келе жатқанын байқап, бұрылам дегенше ол да пышақ сілтеп үлгерді. Қолын тосып қалғанда сапалы костюмінің білегі
сәл сырылғаны болмаса, етіне пышақ дарымады. Сол кезде дәмхананың күзетшісімен бір-екі даяшы жүгіре шығып, екеуін тепкілеп тастады. Сол арада полиция шақырылып, екеуінің үстінен арыз жазып, екеуін бөлімшеге алып кетті. Жанұшыра ажарда шықты. Келе сала, Ералының барлық жерін сипалап көріп, амансың ба, еш нәрсе болмады ма, қаруы бар ма, жарақаттанбадың ба, деп бәйек болып қалды. Пышағы бар екен, тимеді, бірақ костюмымды жыртып жіберді-ау деймін. Неге соқтықты, не керек екен, білмеймін. Темекі сұрап, артынша пышақпен тап берді. Оңбаған, Айманның тірлігі сияқты, осындай нәрсеге үйір сол салдақы, деп Ажар біреуге хабарласа бастады. Сонымен улап-шулап, Ералы көлігіне мініп, тірліктеріне кетті. Ажар тағы біреулермен сөйлесіп, сол жерде қалды. Кешке уәделескендей, Ажармен дәмханада отырғанда, бір формадағы жігіт келіп амандасып, жандарына жайғасты. Ажар тәте, ана екеуін біраз қысып едік, шындарын айтты. Айман деген әйел екеуіне 20 мыңнан ақша беріп, Ералыны пышақпен өлмейтіндей жаралап кетіңдер деген екен. Қолын, аяғын жаралап дегендей, екеуінде СИЗОда жатыр. Не істейсіз, ары қарай істі жүргізе берейін ба? Иә, ары жазылды ғой, әрі қарай өзіңіз жүргізе беріңіз. Не жазу керек, қайда қол қою керек, айтарсыз. Жарайды онда, жақсы, сау болыңыз. Я, жақсы, бастығыңа сәлем де. Сонымен формадағы жігіт кетті. Бұл екеуі үнсіз тамақтанып отыр. Еш жерің ауырып қалған жоқ па, Ереке? Ой, жоқ, онда 2 маскүнемнен таяқ жейтіндей нашар емеспін. Тек костюмымды жыртты, оңбаған неме. Бұны білгенде спортивка киіп келер едім ғой. Бас аман болсын, Ереке. Киім сөз болып па? Бір ай ғана кидің ғой, қымбат қалдық. Ғазиз басың аман болсын, батырым. Дүние қолдың кірі ғой. Бұл Айман деген оңбаған қатын шектен шыға бастады. Баяғыда осылай біреуге адам жұмсап, мен араға түсіп алып қалған едім. Жақсылықты білмейтін маскүнем неме. Сен өзіңе абай болып жүр. Ол оңбағаннан тағы не шығарын Құдай білсін. Болмай бара жатса, заң бар, таныс бар. Бір жолата үнін өшірем. Ералы шошып кетті. Бір жолаты өшірген несі? Жоға, сен ойлағандай емес. Мен қарақшы емеспін ғой. Бәрі заң жүзінде болады. Біз араласпаймыз. Уайымдама. Иә, бәлесі өзімен кетсін. Мен сені апарып тастап үйге қайтайын. Жоқ, өзім қайтам. Мені апарып тастасаң, жібермей қою мүмкін, деп Ажар күлді. Жарайды онда, өзің қайта қой, деді бұл да міз бақпай. Сонымен екеуі үйді үйіне тарқасты. Үйіне келген соң байқады. Күндіз ет қызумен білінбесе керек. Пышақ деген білегі сыздап тұр екен. Жейдесін шешіп қарап еді. Аздап сырып кетіпті. Бұл өмірдің мынандай жақтары да бар екен. Алмақтың да салмақ бар деген. Абай болу керек. Баяғыда әскерде пышақпен қалай жұмыс істеу керек, қалай қорғану керек, біраз үйреткен еді. Өзі де қара жаяу емес. Нағашы атасымен талай мал бауыздаған. Бертін келе талай көкпарға қатысты. Одан қалса, құрылыста 2 жыл бетоншы болды. Білегі қарулы. Анау-мына жігіттіңді қалпақтай ұшыратын күші бар. Дегенмен, сақтықта қорлық жоқ. Осылайша үйге жеткенінде байқамай қалды. Үйге кіріп, келіншегін құшақтап, бөпелерін иіскелеп мауқын басты. Осы 2 уыс бақыты үшін жүр ғой. 2 уыс бақыты. Көздерін ашып, келдің ба, сағындық дегендей, уілдеген дыбыстар шығара бастады. Екеуін 2 қолын алып, кезек-кезек бетін, ернін тигізіп еркелете бастады. Бір түрлі сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезім. Екеуі тек әкесі түсінетін тілде бір нәрселер айтып жатыр. Бұл да, иә, дұрыс айтасыңдар, балапандарым, деп қояды. Сыртынан сәулесі жымия қарап тұрғанын байқар емес. Қыз деген тәтті болады, әкесіне жақын болады деуші еді. Тұңғышыңды бұлай еркелеткеніңді көрмеген едім. Ол енді кемпір шалдың баласы болды ғой. Оны иіскемек түгілі, қолымызға алуға
қорқатын едік шалдан, деп Ералы күлді. Тамақ ішесің ба? Я, аздап шай ішейік. Сенмен ішкен шайым бір бөлек. Бізге аздап ақша керек болып тұр. Ақшаң бар ма еді? Бар ғой, ақша бар, деп қалтасынан бір бума ақша шығарғанда Сәуле шошып кетті. Мұнша ақшаны қалтаңа салып жүресің ба? Енді жұмыстың шығыс кірісі бар. Ақша болу керек. Бізге бергеніңді қалай жабасың? Оны да жазып қоямын ғой. Айлықтан қысқартып алып қалады. Онысы жақсы екен. Сонда да бума-бума ақшамен жүргеніңді біреу-міреу көрсе, қастандық жасап жүрер. Бұлай алып жүрмеші. Я, кішірек бір барсетка алу керек. Соған салып жүрген ыңғайлы сияқты. Костюмің сырылып қалған ба? Бір жерге іліп алдың ба? Я, бағана жұмыста байқамай бір темірге іліп алдым. Қатты жырыпты. Байқап жүрші. Қолыңа өтпеді ма? Аздап сырылды. Қатты емес. Жарайды, жатайық. Ертең жұмыс. Ералы таңертең тұрып, асықпай көлігін бір айналып, асты үстін қарап шықты. Көңіліне күдік ұялатар. Еш нәрсе байқамаған соң, көшеге шығып, жан-жағына қарап біраз тұрды. Көшеде де тыныш сияқты. Ішке қайта кіріп, киімін киіп, көлігін оталдырып жұмысына келді. Бұл жақта тыныш екен. Сонда да бір күзетшіні сыртқа қарап тұр деп шығарып қойды. Бірақ күдікті еш нәрсе байқалмады. Осылайша бір аптадай уақыт тыныш өтті. Қызығы келесі аптаның сәрсенбісінде басталды. Сол күні ажар түс ауа келді. Қызық сол кезде басталды. Дәмхананың алдына тоқтаған Range Rover'ден түсуге ыңғайланып есігін ашқанда, артынан келіп, бір ескі Audi соқпақшы болды. Бірақ ажардың жүргізушісі көпті көрген әккі тарлан еді. Артына қатты жақындаған, көлікті тез байқап, ажарды салонға қайта жұлқа тартып, газды баса көлікті алып қашты. Ойындағысы орындалмаған Audи'дің жүргізушісі қашпақ болды. Бірақ Range Rover'ді әбжіл қимылдатқан жүргізуші жолын бөгеп, биік бордюрге қысып әкеліп, бұрышына тіреді. Ойынан түк шықпаған Audи'дің жүргізушісі есікті аша қашпақ болғанда, күзетшінің сойылдай жұдырығы жақсылап күтіп алды. Сүйрелеп жүріп, Audи'дің жүргізушісін дәмхананың қоймасына кіргізіп, алдымен кезектесіп, жұдырықпен біраз піспектеп алды. Сосын заңмен қорқыта бастады. Кімсің сені? Қазір полиция шақырамыз. Адам соғып, қашпақ болдың. Өзің ішіп алған екенсің, деп шүйлікті. Мен ішпегемін ғой, деп өрікпеп жатыр еді. Бір күзетші мойнынан қыса ұстап тұрып, екіншісі аузына жарты шөлмек арақты құя салды да, егер бұл аз десең, қазір есірткі тауып келеміз. Сол кезде жақсылап қораға кіресің. Одан да шыныңды айта бер, кім жұмсады? Деді жұлқылап. Әлбетте, бұны да Айман жұмсаған болып шықты. Мұның айтқанның бәрін видеоға түсіріп, өз қолымен ақ қағазға жаздырып алып, өзін май құйрықтан жақсылап, бір теуіп, босатып қоя берді. Ажар енді шынымен ашуланды. Оңбаған, маскүнем сайқал, тіресетін адамды тапқан екенсің, сені 10 жылға қаматып жібере аламын, деп, ол жағынан тіпті күмәнданбасаң да болады. Енді ісім сенімен болсын, деп біреулерге хабарласа бастады. Жарты сағатқа жетпей, алдында кафеде көрген формадағы жігіт жетіп келді. Ажардың айтқандарын жазып алып, куәгерлерден тағы біраз нәрсе сұрап, дәмхананың камераларынан видеоны флешкасына көшіріп алып кетіп қалды. Ажар ашудан жүйкесі көтеріліп, бір отырып, бір тұрып, өзімен өзі сөйлесіп жүр. Оңбаған, сасық неме, талай жақсылығым өтіп еді. Тексіз айуан, сен сияқтыларды мүлде жолатпау керек. Ералы жанына келіп, жарайды енді, жүйкеңді тоздыра берме. Ондай адамдар көп. Бәріне осылай күйзеле берсең, нең қалады? Соған бала жүйкеңді ауырта берме, деп жанына отырғызып шай алдырды. Ажар сонда да басыла алар емес. Қаншама рет көмектестім. Әкесі талай қарыз сұрап келген. Әкесі жақсы адам. Мұның неге мұндай айуан болғанын. Інісі де өзі сияқты айуан. Нашақор. Әкесінің ақшасы. Сол малғынды
Полициядан шығарумен-ақ таусылып бітті. Бұл шығарады, ол барып біреуді ұрып қайта түседі, тағы шығарады, тағы түседі, деп жүйкесі тозып, өзін-өзі баса алмай біраз отырды. Сосын, қой құрсын, ауырып қалармын, өзімен кетсін, деп өзін басқандай болды. Күні бойы Ералының қасынан қалмай, Ералы қайда барса сонда барып, жанында жүрді. Екеуі барлық дәмханаларды аралап шықты. Барлығы ойдағыдай жұмыс істеп тұр. Әркім өз жұмысын, өз міндетін біледі. Ешкім ешкімге кедергі болмайды. Баяғыдай тұра қалып өсек айту, тірлігін жиыстырып керісу, жұмысын бітірмей, үйіне кетіп қалу деген нәрсе жоқ. Бірінші күн-ақ Ералы бәріне сүйегінен өткізе, жейтін нандарыңызды адалдап жеңіздер, ақысын төлеген жұмысты тиянақты орындаңыздар, деп қатаң ескерткен. Ералының қай уақытта сау етіп келе қалатынын ешкім білмейді. Сол үшін бәрі өз жұмысын тиянақты орындауға тырысады. Оның үстіне Ералы өткен айда жақсы жұмыс істегендерге бонус бергізген. Аз да болса бонус ақша. Әрі бастықтың мақтағаны кімге жаман дейсің, бәрі жақсы жағынан көзге түсуге тырысады. Сонымен кешті батырып, екеуі үйлеріне қайтты. Ералда үйіне келіп, кешкі шайын ішіп, тынығып отырған. Ереке деген келіншегі бұған қарап әңгіме бастады. Әу, біз бір-екі күнде қайта жолға шығамыз-ау, бір айдан кейін деген сияқты едің ғой. Иә, солай деген. Кеше шақырту келіпті. Алдын ала келіп, тексеруден өту керек, дайындау керек депті. Алдын барған кезде де солай болған. Онда дайындалу керек қой. Иә, бәрін дайындап қойғанбыз. Билет алу керек. Балдызда барады ма? Иә, ол болмаса қиналып қаламын. Екі бала қанша дегенмен қиындау. Жарайды, бәрі дайын болса, ақша бар ғой. Билеттеріңді дайындай беріңдер. Бағасы сол, өткендегідей шығар. Иә, сондай шығар. Сен бір жоқта абай болып жүрші. Мына жұмысың сәл қиындау сияқты болып көрінді. Ақша жүрген жерде солай болады ғой. Абайлап жүрші. Иә, абайлап жүрем ғой. Сен уайымдамай, барып емделіп келе бер, деді. Бір кезде әйелі күлімдей қарап, қалтасында ақшасы бар жігіттер тоқалға жақын болушы еді. Біз жоқта үйленіп алмашы әйтеуір, деп қағыта күлді. Жоқ, сен жоқта үйленбеймін, сен келген соң үйленем, деп Сәуленің бетіне қарады. Шын айтып тұрсың ба? Деді көзі шарадай болып. Ералы күлді. Қызғанасың ба? Қызғанбағанда, сен сияқты азаматты қызғанбай, әрі мықты көлік мініп, костюм шалбар киіп, тартымды, сымбатты болып кеткенсің. Алдын тартымды емес педім? Мен үшін сен қандай киім киіп жүрсең де, жаяу жүрсең де тартымды, сұлу, абыройлы, ең керемет жансың. Екеуміз қолымызда көктейін жоқ кезде отау тігіп, отбасы болдық. Мен үшін сенен басқа еркек жоқ. Иә, айтпа, біраз қиналдық. Бөпелер науқас дегенді естігенде тіпті қиналып, түңіліп кеткен едім. Анау өткендегі қатынның бәлесінен қорқам әйтеуір. Жұлқынып шыңғырып, бәле салғаны жаман еді. Соның кесірі тимес екен, деді Сәуле даусы өзгеріп. Ералы ішінен, ойпыр-ай, қатындар сезеді деген рас сөз-ау, деп ойлап қойды. 3 күннен соң екі бөпесін көтеріп, келіншегі тағы жолға шықты. Шығарып салып, жұмысына келді. Тағы бір аптадай тыныш өтті. Келесі аптаның дүйсенбісінен Айманның әкесі Ажарды мазалай бастады. Қызымдай болған едің, қайтейін, екі перзентім кезек-кезек күйдіреді. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмаузым. Арызыңды қайтып ала қойшы, мүлде басқа қалаға көшіріп жіберем қарағым. Сен есті қыз едің ғой, сөйте қойшы ботам, деп еңірегенде етегі жасқа толды. Атамаңыз аға, 2 рет адам жұмсады, өлтірмекші болды. 1 рет көлікпен соғып өлтірмекші болды. Қанша жақсылығым өтті. Мен болмағанда ішіп болмыш болып кетер еді. Қанша рет үйіме келіп, мелдің мазасын алып, айғай шығарып, масқарамды шығарды. Сонда да үндемедім.
Меннен не жамандық көрді, алмаймын арызымды, тартсын жазасын. Әкесі етегі жасқа толып кері қайтты. Ертеңі тағы келді, тағы айтады. Болмаған соң, Ажар телефон номерін ауыстырып, үйінен шықпай қойды. Жұмысына келсе де, үйіне келсе де, күзетшілер Айманның әкесін, Ажар жоқ аға, шетелге кетті деп шығарып салады. Осылай жүріп, бір күні Ералға кездейсоқ жолығып қалды. Әй, сен бала менен қарыз сұрап келген едің ғой. Иә аға, сізден қарыз сұрап барғанбыз. Жаман емес, жағдайың түзелген сияқты. Аға, бұл қызметті көлігім, қарызым басымнан асады. Иә, естідім, қызым айтты, қайдан келген көлік екенін. Аға, қысыр әңгіме, қатын өсекті қайтесіз. Мен сізден ақша сұрадым, сіз бермедіңіз. Сонымен әңгімеміз бітті. Анау екен, мынау екен деген өсек еркек адамға жараспайды. Бай қатынның қойнына кіріп алып, шалқып жүрген жарасама дегенде Ералының қаны басына шапты. Ей, көке, шам ұстап тұрдың ба, әлде төсекте ұстап алдың ба? Артық кетпесеңші. Жарайды, менің қызым жасаған жақсылығын қайтармайсың ба ең болмаса? Қазір түрмеде жатыр. Түрмеде жатса, адам өлтіруге атасының басына тапсырыс беріп жүрма? Ойлану керек қой адам деген. Деп, Ералы көлігіне жұлқына мініп, көшенің шаңын шығара жүйткіп кете барды. Біраз жүрген соң, артынан бір камри қуып келе жатқанын көрді. Кәдімгідей ұшқыртып келе жатыр. Бұл бір қалтарыстау жерде шалт оңға алып, тежегішті басып қалды. Артында еліріп келе жатқан есірік жолдан ұшып кете жаздады. Тоқтай қалып бұған жүгірді. Боқтанып, еліре жұдырығын ала жүгірді. Өзі мас, Ералы шап беріп, шашынан ұстап алып, тіземен кеудеден екі соқты. Анау ыңқетіп жерге құлады. Біраз жатып, тұра қайта жүгірді. Бұл жолы кіндік тұсынан Ералының аяғы оңбай тиіп, тағы сұлқ етті. Ералы ойбайлата, шашынан ұстап көтеріп алды. Ей, найсап, не керек? Мен Айманның інісімін. Құтты болсын, сонымен, анау сайқал, Ажар екеуіңді сойып өлтірем. Әй, сорлай, артыңа қарасайшы, кімді соймақсың? Деп Ералы көлігінен жыбалып келіп, елірген немені камридің дөңгелегіне мықтап шандып байлап тастады. Арлы-берлі өткен біреу босатып алар, әзірге осылай отыра бер, деп көлігіне мініп кетіп қалды. Сол кеткеннен тіке Ажарға барып, болған жайды баяндады. Білем, ол мағанда келді. Сонымен күзетші жігіттер сазайын беріп жіберген. Қашан келді? Бүгін ба? Жоқ, кеше келген. Айман не болды? Соты болады ма? Осы бәллерден тыныш құтылған дұрыс шығар. Бұл екеуі енді тоқтай қоймайды ереке. Тіпті болмай бара жатса, ана жаққа аттандыратын адам бар. Қазір ақшаға барлық нәрсені ұйымдастыруға болады. Қой, тым ондайға бара қоймайтын шығар. Иә, өзімде қалап тұрғаным жоқ. Бірақ мәжбүр болсам, істеуге тура келеді. Құдай сақтасын, деп жағасын ұстады. Ажар енді қайда шықса да, күзеттің мықты екі жігітін алып жүретін болды. Сақтықта қорлық жоқ. Бір есуасқа, бір есірік қосылды. Кейде отырып ойланатын болды. Неге бұлай болды? Неге бұл жігітке ессіз ғашық болдым? Анда-санда бетімнен сүйіп, құшақтағаны болмаса, тіпті ерінің дәмінде көрмедім. Не ұттым, не ұтылдым? Басыма бітпес бәле тілеп алдым ба? Бірақ жаныңда жүргеннің өзі бір ерекше рахат сезім ғой. Рөлде отырып, жалт етіп, жанармен шарпып өткені, ас ішіп отырғанда, жанында отырғаны, қасыңда еңгезердей болып, костюмі өзіне жараса жүргені бір керемет қой. Қатыны қандай жан екен, шын бақытты шығар. Мұның орнында басқа біреу болса, баяғыда қойнымда жатар еді. Бұл қатынның көзіне шөп салғысы келмейді, былғанғысы келмейді, тектілігі шығар. Тіпті қасымда қал, бүгін деген кезде де тәтті жымиысымен алдап, құшақтап, ертең кездесеміз деп қайтып кетуші еді. Маған осындай бір жөнді азамат бұйырмайды ғой. Тіпті
тоқалым боласың десе де көнер едім. Оны да айтпайды ғой. Қатынның жүрегін ауыртқысы келмейтін шығар. Менің мынандай байым тоқал алам десе асылып қалар едім. Осылай ойланып отырып, үйге жеткенінде байқамай қалды. Есікті ашуға ыңғайланып еді. Күзет жігіт: Ажар тәте, ашпаңыз, ана кісі жүр екен. Тіке гаражға кіреміз, сосын өзім шығып, сізді жоқ деп айтамын, деді. Жарайды, сөйте ғой, бірақ бұлар байқамаған тағы бір нәрсе, ол талдардың арасында отырған Айманның елірме нашақор інісі еді. Гаражға кіретін жерін біліп алған есірік жоспар құрып үйіне қайтты. Осылайша 2 күн аңдыған есірік 3-ші күні қараңғыда келген көлікпен қатарласа гаражға сып беріп кіріп кетті. Кіре сала көліктің астына жасырынды. Күзетші жігіттер есікті ашып, Ажар түсе берген кезде көліктің артқы жағынан жайлап шығып, оңтайлы сәтті пайдаланып, Ажардың бүйірінен пышақты аямай екі салды. Күзетшілер жерге сұлатып салып, қолын бұрап, жедел жәрдеммен полиция шақырып жатты. Ал Ажар тұңғиыққа құлап бара жатқандай, жан-жағы қараңғы, жан шыра Ералыны іздеді. Ереке, жаным, Ереке. Күзетші ыңырсып жатқан Ажардың Ералыны іздеп жатқанын түсініп, бірден телефон шала бастады. Ажар сол кезде талып кетті. Көшені басына көтере жеткен жедел жәрдем Ажарды бірден ауруханаға ала жөнелді. Ералы алып шып жеткенде жедел жәрдем көлігі ойбайлап ұзап бара жатқан еді. Капотының астында адуынды 367 арқыраған айғырдың күші бар Лексус иесінің шірей педальды басқанына сай жердің топырағын қаза жүйткей жөнелді. Әп сәтте жедел жәрдемге жетіп, артынан ілесіп отырды. Бүкіл қаланы шулата жедел жәрдем көлігі ойбайлаған күйі емхана қақпасынан ішке кірді. Артынан жүйткеген күйі Ералда ілесе кіріп, қақпа алдында тұрған күзетші жігіттің ойбайлағанына қарамастан, көлігін шеткері бір жерге қоя салып, жедел жәрдемге қарай жүгірді. Үстіне жабылған ақ жаймаға қан дақтары тиген Ажар сұлық жатыр. Ентелей жүгіріп келген бұны дәрігер жігіт тоқтатты. Тірі, аға, уайымдамаңыз, қатты жарақат алған, бірақ аман алып қалуға тырысамыз. Енді сіз кедергі болмаңыз, қазір ота жасалады. Кемі 3-4 сағат. Күтем десеңіз, анда бөлме бар, сол жерде күтіңіз, деді. Оң жақтағы бөлмені нұсқап, осы кезде ентелей жеткен күзетші дігірлей бастады. Ей, бұл жерге көлікпен кіруге болмайды. Шығар көлігіңді, болмаса полиция шақырам. Шақыр, сол кезде сөйлесеміз. Ал қазір құрып кет, көзіме көрінбей, деді ентігіп. Тура сол сәтте Ажар бұған қаншалықты қымбат екенін түсінді. Қатты уайымдағаны соншалық, көзінен жас ытқып шыққанын өзі де байқамай қалды. Осыдан аман есен шықшы, деді іштей күйзеліп. Күзетші қоқан лоқысы өтпей қалып, мыңғырлап кері қайтты. Ералы емханадан шығып, Ажардың үйіне тартты. Полиция келген. Әлгі есірікті енді шығарып, көлікке алып бара жатыр екен. Көліктен түсе сала, полиция жігітті қағып өтіп, бар күшімен есірікті жақтан салып жіберді. Ұшып түскен анау ойбайлады да қалды. Полиция мұны ұстаймын дегенше, кіндіктен төмен тағы бір тепті. Дәл осы жерде сотталып кетсем де, сен сияқты шірікті өлтіріп кетейін, деп жағасынан ұстап, көтере бергенде, полиция бұны қаумалап жүріп шетке алып шықты. Аға, ұруға болмайды, бәрі заң аясында болу керек. Әй, інім, бұл менің ең жақыныма пышақ салды. Ауруханада ота жасалып жатыр. Емделу керек. Сен өзің менің орында не істер едің? Түсінем сізді, аға, жазалағың келіп тұр ғой. 10 пашка жақсы темекі мен 3 пәшкі шай, 2 пәшкі шекер әкел. Іштегі жігіттерге беремін. Маған сенен дым қажет емес. Ол өздерінің заңы. Сосын, бұл сотқа дейін фарш болады. Ана темекіні тартқан әрбір зек бір теуіп өтеді. Жарайды десең күтем, деді сыбырлап. Ералы жақын дүкеннен 2 блок темекі, 6 пәшкі шай, 4 пәшкі шекер әкелді де,
Міне інім, жетпесе тағы айтсын, насыбай, ет, қазы, колбаса, қалғанын әперем. Аға, оларға қазы әперсең, мынаны көгілдір қылады ғой, деп күлді. Болды, ертең жеткізем. Номерімді жазып алыңыз аға, ертең келгенде хабарласыңыз. Одан шығып қайта емханаға келді. Сол отырғаннан Ералы бақандай 5 сағат отырды. Секунды сағатқа, минуты тәулікке айналып кеткендей, бір кезде шықтау дәрігер. Тірі ма? Деді алдынан жүгіріп шығып. Я, Аллаға шүкір, тірі, өмір сүреді. Бірақ пышақтан инфекция түскен сияқты. Оны әлі тексереміз. Біраз уақыт жатады. Емдеуші дәрігері кім екен? Менің досым, мықты дәрігер, соған тапсырдық. Ағасы жақсылап қарасын, еңбегі елеусіз қалмайды. Жақсы, айтармын. Ертең келіңіз. Бүгін ояна қоймас. Сол кезде дәрігермен таныстырам. Менің атым Қамбар. Осында хирург. Қамбарға келім десеңіз, бәрі біледі. Рахмет ағасы, ертең жолғамыз, деді қолын алып. СИЗОда отырған 3 жігіт полицияның көзін ала бере, әлгі нашақорды бір-бір теуіп өтті. Қызық ауысым кезінде басталды. 2 күзетші ауысып келеміз дегенше, 3 жігіт анау есірікті соққыға жығып, анау кәдімгідей қып-қызыл етке айналды. Оны көрген күзетші кезекші дәрігерді шақырды. Не болған? Құлап қалыпты. Немене бәле, қайта-қайта құлай берген ба? Аяғы тайғақ екен. Екеуі бөлмені басына көтере күлді. Жаңа достары көмектеспеген ба? Қолынан ұстап, өй құлама десе де, қоймай құлай берген ғой. Құлағанды жақсы көреді екен. Ха-ха, өлтіресің сен, деп күзетшінің арқасынан бір ұрды. Екеуі әбден күліп, әлгіні салып әкететін арбасын санитарларын шақырып, енді сала бергенде іште жатқан зектің біреуі тағы бір қысыр әзілді қыстырып қалды. Бауырем, аман есен қайтып кел, темекімен шай көп әлі, біз сені асыға күтеміз, дегенде бағанағы күлкі ма, зегі бар, санитары бар, полициясы бар, бәрі бөлімшені басына көтере күлді. Осылайша есірік неме, өзінен зор есіріктерге жолығып, бұйырған тепкісін жеп жатты. 2 күн СИЗОда жатса, 2 күн лазаретте жатады. Ералы ертеңіне емдеуші дәрігерге жолығып, ажардың жақын адамы екенін, қандай көмек керек болса да, дайын екенін айтып, телефон номерін алып, хабар алып тұрамын деп кетті. Жұмысына келіп, оны-мұны істегенмен жаны жай таппады. Мына есіріктің тірлігі шошытты. Өзі СИЗОда жатқанымен, мұның өзі сияқты нашақор достары болуы мүмкін. Олар есірткі үшін, ақша үшін, неге болса да дайын екенін біледі. Ал Ералының келіншегі, бала шағасы бар. Оларды мұндай қатерге тігуге болмайды. Не болса да, бұлардан біржолата құтылу керек. Қандай амал істесе болады? Осыны ойлап басы қатты. Кешегі полиция жігітке айтып көрсеше, келісер ме екен? Ажарда сондай адам бар деп еді. Бірақ ол әлі сөйлесетін халде емес. Қандай амал қолдануға болады? Кеше полиция жігіт, қаза келсең, не айтсаң да жасайды деп еді. Соны айтып көрсем екен, өзіне бәле жауып шықпас па екен? Не істесе болады? Осыны ойлап басы қатты. Ары ойлап, бері ойлап, ақыры сол полиция жігітке ақылдасуды жөн көрді. Кешіре хабарласып, інім, әңгіме бар еді, бір жерде отырып, асықпай кешкі ас ішсек, деп шақырды. Полиция жігіт, болды брат, кешке сағат 10-да босаймын, сол уақытта хабарласайық, деді. Кешкі 10-да екеуі қаладағы бір мықты дәмханада кәуаптан алып, әңгімелесіп отырды. Ералы қорқынышын бүкпесіз ашық айтты. Арада болған нәрсені барлығын айтты. Бұлардың неге өшігіп жүргенін, алдында көлікпен соғып қашпақшы болғанын бәрін айтты. Аға, мен саған бір номер берейін, сол жігітке хабарлас. Номерді менен алдым деп айта бер. Сол жігіт шешіп бере алады бұл мәселені. Ералы ертеңіне әлгі полиция берген номерге хабарласты. Ар жағынан сөйлеп отырған жігіттің дауысы таныс сияқты көрінді. Сенің номеріңді пәленше деген жігіттен алған едім. Әңгіме бар еді. Я,
сенің хабарласатыныңды айтқан. Қолың бос болса, қаланың шетінде бір кәуапхана бар. 1-2 сағат сол жерде боламын. Үлгерсең кел. Болды. Жарты сағатта барам. Жарты сағаттан соң барып, әлгі жігітке амандасып еді. Анау мынаны танитын адамдай, ыржия келіп құшақтай амандасты. Өй, танымадың ба деймін. Танымадым. Бірақ даусың таныс. Өй, сен қалай танымадың? Бірге оқымадық па универде? Бағдатпын ғой, дегенде Ералы енді танды. Баяғыда универде бір сотқар жігіт болатын. Көрінгенге соқтығысып, блатной болғысы келіп жүретін. 3-ші курста бір ректорды ұрып, жағын сындырып, соңында сотталып кеткен. Содан шыққан соң тағы бір төбелеске ілігіп, тағы 7 жылға кеткен. Есте сақтау қабілеті мықты екен. Бірден таныды. Ералы екеуі біраз баяғына еске алып, біраз қыз жігітті түгендеп, әңгімемен отырып қалды. Хош, Ереке, не қызмет? Мені жай адам іздей қоймайды, деді шылымының түтінін будақтата мұрнынан шығарып. Ералы Бағдатқа барлығын айтып берді. Тоқта, қай ажар? Анау пәленше кафелердің есімі? Иә, дәл өзі. Сен қайдан танисың оны? Ой, жақсы танимын. Мынауский қыз ғой ол, деп бармағын шошайтты. Сол мынауский тәтең енді ауруханада жатыр. 2 жерінен пышақ ұрған, деді. Ажар есіне түскенде даусы дірілдеп өзгеріп кетті. Енді не ұсыныс? Біз жігіттерге шай темекісін алып беріп, өтініш жасағанбыз. Оны біраздан бері фарш қылып жатыр, СИЗОда. Бірақ ол аман болса, әйтеуір бір түрмеден шығады ғой. Сол кезде менің бала шағамды іздейді. Ол анық нәрсе. Сол үшін ол таңертең ұйқыдан оянбай қалу керек қой. Я, дәл солай. Оянбай-ақ қойса, болды. Жігіттердің білек күшінің ақысын өтеп беру керек. Координаттарын берсең ары қарай жігіттер шешеді өздері. Ал Ереке, сені көргеніме қатты қуандым. Номер сол, хабарласып тұрайық. Қарақшымен араласуға қорықпасаң, деп Бағдат қарқылдай күлді. Енді сен тектен текке тиіспейтін шығарсың. Оның үстіне екеуміз курстаспыз. Әлбетте, ровно жүрген жігіттерге ешкім тиіспейді ғой, деп екеуі 2 жаққа кетті. Сонымен арқасынан ауыр жүк түскендей үйіне қайтты. Бір жағы, біреудің қанын мойныма жүктедім ба деген уайымда жоқ емес. Ары ойлап, бері ойлап, ақыры өзінің істеген ісінің болашағы үшін істеген ісі дұрыс екенін түсінді. 2 күн өткенде полициядағы танысынан хабар келді. Айманның нашақор інісі түнде өз көреуетіне асылып қалыпты. Әлбетте, ресми құжаттарда солай жазылған. Бірақ оған көмек берген жігіттерге Ералының 3-еуіне 300 000 атағанын, курстасына жақсы бір телефон сыйлағанын ешкім білмейді. 2 айдан кейін келіншегі келіп, бөпелері емін алып жатыр. Ажарда ауруханадан шыққан. Денсаулығы бұрынғыдай емес. Жұмысын толықтай Ералға тапсырған. Өзі тек анда-санда бір келіп кетеді. Ералы осы уақытта қатты өзгерді. Қоршаған ортасы басқа, араласатын адамдарды басқаша. Сәуле кейде бұрынғы Ералым қайда, деп сұрап қояды. Ералы үнсіз жымиғаны болмаса, үндемейді. Өзі тартқан жоқшылықты балалары көргенін қаламайды. Сол үшін көндемей түндемей жұмысын істеп жүр. Оған қоса жаңа таныстарымен қосылып, 1-2 тірлік істеп, Ажардың жарты ақшасын қайтарды. Ажарға, бірақ ол ақша қызық емес. Ажарға тек Ералы жанында жүрсе болды. Басқа қызық жоқ сияқты. Бар ойы Ералының қасында болса, жасы да кетіп жатыр. Ералының жолатар түрі жоқ. Бір күні шыдамы таусылып, Ералыны тіке әңгімеге шақырды. Ереке, үйге келіп кетші, әңгіме бар, деді де тұтқаны қоя салды. Ералы жұмыстан соң келіншегіне кешірек келетін айтып, Ажардың үйіне бет алды. Ажар мұны солыңқа қарсы алды. Көңіл күйі жоқ, мазаң жоқ қой? Иә, сәл мазам болмай тұр. Сен алғаш келгенде қандай жақында алыс болсаң, сол күйі қалдың. Сенің орныңда басқа адам болса,
Баяғыда-ақ маған үйленіп алар еді. Ажар, менің отбасым бар ғой. Отбасың бар болса, мен сені отбасыңнан тартып алайын деп жатқан жоқпын ғой. 2 әйел алғандар толы қазір. 2 түгілі 4 алғандар да бар. Иә, білем. Жүректері қалай екен солардың. Бәрібір біреуін ғана жақсы көреді. Қалғандары жай қызығушылық шығар. Бір адамның жүрегіне тек бір адамға деген махаббат қана сияды. Екіншісіне орын жоқ. Сонда сен мені сүймейсің ба? Мен сені жақсы көрем. Басқаша. Қалай басқаша? Қалай? Бүгін менің жанымда қалшы, деді жыламсырап. Ералы ойланып отырып қалды. Иә, осы қыз болмаса, өмірі қалай болар еді? 2 бөпесінің тағдыры қалай болар еді? Тіпті тірі қалар ма еді? Қалмас еді? Одан басқа жұмыс бергені бар. Бұл қыз болмаса, сол ыңыршаға айналып, айлықтан айлыққа дейін, қарыздан қарызға дейін жүрер еді. Ақша қолдың кірі, бірақ сол ақшасыз да қазіргі заманда еш тірлігің бітпейді. Соның бәріне осы қыздың көмегімен жетті. Мен деген мықты кәсіпкер жігіттермен араласты. Біраз тірліктер жасады. Иә, бұл қыз махаббатқа лайық қыз. Ал келіншегі ше? Келіншегі Ералының бұл құрбандығын түсінуі керек. Ары ойланып, бері ойланып, Ералы сол күні Ажардың жанында қонып қалды. Арада 2 ай тағы өтті. Ажар күн өткен сайын ажарланып, толған айдай дөңгелене тола бастады. Енді тіпті қалаға шығуды қойды. Тек есік алдына шығады. Егер бір басқа шаққа шығуы керек болса, үйіндегі күзеттегі жігіттердің бәрін ертіп алып, 3 машина болып жүреді. Зорға жеткен бақытынан қапыда айырылып қалғысы келмейді. Ералы Ажардың дәмханаларынан басқа бір кәсіпкер жігітпен бірігіп, тағы бір тірлік бастаған. Ол тірлігі де аз уақытта пайда әкеле бастады. Одан түскен пайданы 3 баласының атына депозит ашып, сонда құйып отырады. Өзі бизнес саласына қатысты 2-3 курс бітіріп алды. Сәуледе Ералының қатты өзгеріп жүргенін байқап жүр. Бірақ 3 перзенті үшін күн түндемей шапқылап жүргенін көріп, артық сөз айтпайды. Әрі қанша дегенмен жылтырға қызығатын әйел заты бұрын алмаған сыйлықтарын әперіп жатқан соңда көз жұма қарайды. Ер адам ғой, ары-бері жүрсе жүрген шығар. Есесіне мал болып ішіп, көгала қойдай сабап, аузына келгенін құсып, боқтап үйдің берекесін алып жатқан жоқ. Иә, сыртта бір адамы бар, ол белгілі. Уақыты келгенде өзі айтар, тектен тек жүрмейді. Демек, бір себебі бар. Ерал мен Ажардың төсекте табысқанына 6 айдан асты. Ажардың да іші дөңгеленіп, гинекологпен ОЗИ-дің тұрақты клиентіне айналғаны 4 айдың жүзі болды. Жұмысын толығымен Ералға сеніп тапсырған. Тек ойлайтыны, аман-есен бөпесін өмірге әкелсе, Құдай ғұмыр берсе, тәрбиелесе, соның азамат болғанын көрсе. Басқа арманы жоқ. Баяғыдай шетел қыдыру, ырду-дырду жиындар, клуб дегенді ада күде ұмытқан. Өзі іздеп жүріп, жағдайы өте төмен, 7 жанұя тапқан. Ай сайын солардың азық түлігі, киімі, басқа да шығындарын көтереді. Құдай ғұмыр берсе, сол отбасылардың еш болмаса бір баласын жоғары оқу орнына түсіріп кетем деген ниеті бар. Бірақ сол жоспары орындала ма, жоқ па, оны білмейді. Осы жандарға берген садақам туылмаған ұлымның жолындағы барлық бәле жаладан, ауру сырқаудан қорғап жүрсін деген ниеті. Әйтеуір бұл барғанда сол 7 жанұяның бала шағасы қуана шулап, аналары көздеріне қуаныштан жас келіп, Құдай тілеуіңді берсін, Құдайда не тілесең, тілеуіңе жеткізсін, деп тілек батасын айтып, бет сипап отырады. 26 баланың киімі, азық түлігі, әрқайсына телефон әперді. Айлық тапқанның 30% осы жанұяларға кетіп отырады. Өзі содан рахаттанады. Біреумен барыңды бөлісуде бір өзгеше қуаныш екенін түсінді. Әрі тамшыдай болса да, қолынан келгенше өз қазағына
жақсылық жасай білгеніне қуанады. Бірақ өзі бұлардың да, өз сәбиінің де ержетіп азамат болғанын көре алмайтынын іші сезеді. Түсініксіз бір тылсым күш басқа әлемге асықтыратындай. Сондықтан да әлі туылмаған сәбиінің атына деп 2 шот аштырып, қомақты сома салып қойған. Онда мұнда жатқан қарыздарының басын жинап, оны да сол шотқа салды. Ендігі уайымы, ол ер жеткенше оның жанында кім болады, кім қорғайды? Ералы тастамас, бірақ ол еркек қой, оған ана керек. Ана, шешім өз-өзінен келді. Таңертең тұрып, Ералы жұмысына кетті-ау дегенде, Ералының үйіне келді. Есік алдына 3 көлік келіп тоқтағанда, Сәуле шошып кетті. Тағы не сұмдық бұл, деп ойлап үлгерді. Жай ғана есіктің алдына шығып еді. Ажар көліктен түспей, терезесін түсіріп отыр екен. Сәуле, «Я мен, сіз кімсіз? Демек мені танымайсың, үйде бала шағаға қарайтын адам бар ма?» «Я, сіңілім бар, онда отыр машинаға, әңгіме бар», деді салмақ үнмен. Сәуле әлі де болса қорқып тұр. «Сәуле, менен қорқудың қажеті жоқ, мен саған өтінішпен келіп тұрмын. Отыршы көлікке, өтінем». Сәуле ақырын келіп, көлікке отырғанда Ажардың жүкті екенін көрді. Іштей түсінді. «Ұл ма?» «Я». «Ерекеңнің ұлы ма?» «Я». «Қайдан білдің? Айтқан ба еді?» «Жоқ, сездім. Менің атым Ажар. Сенің 2 бөпең туылған кезде Ерекеңді маған Айман деген бір қатын алып келген. Ерекең, бауыры екеуі үйді кепілге қойып, қарыз ақша аламыз деген. Мен бердім ақша, бірақ кепіл алмадым. Сосын Ерекең жұмыстан босап қалғанда, мен оны жұмысқа алдым. Қатты ғашық болдым Ерекеңе. Әлі де ғашықпын. Білмеймін қандай құдірет, бірақ ессіз сүйдім. Қаншама тырыссам да, Ерекең мені жанына жолатпады. Иә, бетімнен сүйетін, бірақ одан арыға барған емес, сені сыйлайтын. Басқа жігіт болса, сол күн-ақ қойныма кіріп алуға тырысар еді. Ал Ерекең маған, Ажар, мен олай істей алмайды екенмін, деді. Бетімнің тура оты шықты сол кезде. Бірақ қоймай жүріп, мен Ерекеңнен сәби көтердім. Сенің көзіңе шөп салуына себепші болдым. Сенің алдыңда кінәлі шығармын. Бірақ тым болмаса, ана бақытын сезінгім келді. Ерекеңде азаматым болмайтыны, ондай бақыт маған бұйырмайтыны өзіме мәлім жай. Неге олай дейсіз? Әлі жассыз ғой. Мен өзімнің жақында бұл пәниден кететінімді сезетін сияқтымын. Саған сол үшін келіп отырмын. Мүмкін қателесетін шығармын. Мүмкін ұзақ өмір сүретін шығармын. Бірақ өзіме солай сезіледі. Саған үлкен бір өтінішім бар. Кезінде сенің 2 бөпеңнің тағдыры қыл үстінде тұрғанда, мен қаражат беріп, сендердің шетелге барып, емделіп келулеріңе себепші болған едім. Егер мен олай-бұлай болып кетсем, маған сөз берші. Менің ұлымды өз ұлыңдай бауырыңа басам деп уәде берші. Сенен басқа сенерім жоқ менің. Ерекеңмен сенен басқа жақыным жоқ. Жалғызбын. Мен өлген күні жанымда жүргендер байлығыма таласып, ұлымды балалар үйіне өткізіп, жіберетіне көзім әбден жетеді. Өйткені олар менің жанымда тек ақша үшін жүрген адамдар. Неге олай дейсіз? Олай демеңіз. Кімнің қанша өмір сүретінін бір Құдай біледі ғой. Асылық сөйлемеңіз. Я, білем, бірақ өзіме солай болып сезіледі. Соны білген үшін келіп отырмын саған. Аман-есен босанып үлгерсем, баламды қолыма алып, бір иіскесем, соның өзі маған үлкен бақыт. Саған қызғамын. Ерекеңде азамат ілуді бір кездеседі. Және көп әйелге бұйыра бермейді. Сен маған осы аманатымды орындаймын деп сөз берші. Сен уайымдама, ол бала саған масыл болмайды. Қазірден оның атына шот ашып, қомақты сома салып қойғанмын. Жоқ, Ажар, о не дегеніңіз? Әр пенденің ризығын Құдай береді ғой. Баладан бір нәрсе қызғанып, мен бір қатыгез емеспін ғой. Қазақы тәрбие көрген адаммын. Мен сізге сөз беремін.
Бірақ сіз ондай ойды қойыңыз, әлі-ақ сіздің ұлыңыздың үйлену тойын бірге тойлаймыз. Құдай сол күндерге жеткізсін. Саған келе жатқанда Ерекеңнің таңдаған адамы дұрыс адам шығар деп үміттеніп келген едім. Қателеспеген екенмін, деді көз жасын сүрте ауыр күрсініп. Екеуі сол уағдамен тарқасты. Кешке Ералы үйіне келгенде Сәуле мұңайып жүреді. Сәуле, бір нәрсе болды ма? Неге көңіл күйің түсіп кеткен? Жоқ, бәрі дұрыс. Сәуле, не болды? Деді қатқыл дауыспен. Ереке, бүгін Ажар келді. Дегенде Ералы іштей тынып, қап, өзім айтуым керек еді. Не болды енді? Деп күйгелектене бастады. Сәуле, саған айтам деп жүрген едім. Ереке, болар іс болды. Мен оған ренжіп жатқан жоқпын. Ажардың келу себебі басқа. Негізі саған айтпа деп еді. Не себеппен келіпті? Ажар, егер мен олай болып кетсем, ұлыма ана бол деді. Не дейді? Неге олай деді? Науқас бекен? Онысын айтпады. Әйтеуір сөзімді алып, уәдеңді бер деп қиылып сұрап, кетер кезінде де бір мұңайып кетті. Қысқасы, сол келіншекті екінші қылып аламын десең, мен қарсы емеспін. Егер шынымен ғұмыры аз қалған болса, сол аз ғұмырында жар сүюдің де бақытын көрсін. Әрі балада сенен екен. Мен оны алам демедім. Ондай ойымда жоқ. Білем, бірақ солай істегенің дұрыс болатын сияқты. Ол әкесіз қалмасын. Құдай ұзақ ғұмыр берсе, артынан тағы туар. Бала шаған көк болғаны жақсы. Қысқасы, мен қарсы емеспін, деді күйеуінің қолынан ұстап. Ералы үндемей қалды. Ертеңіне Сәуле Ажарға өзі хабарласты. Ажар, қалайсыз? Менен үлкенсіз ғой. Сіз деп сөйлегенме қарсы емессіз ба? Қалайсың Сәуле? Жоқ, қарсы емеспін. Жақсымыз шүкір. Сізге бір ұсынысым бар. Кездесейік. Бүгін бір жаққа шығуға зауқым жоқ. Мен машина жіберейін. Үйге келе қойшы. Я, жарайды. Кешегі көліктің біреуі келіп, Сәулені Ажардың хан сарайындай үйіне алып келді. Кеше көлікте отырғанда байқамапты. Ажар сымбатты, сұлу келіншек екен. Оның үстіне жүктілігі де өзіне жарасып, жайқала басып келе жатты. Батырдың жағдайы қалай? Ой, бұл бұзық түні бойы ұйқы бермей тепкіленіп шығады. Әкесіне тартқан бұзық болды ғой. Я, сондай болды. Қазірден бұзық болып жатыр. Ажар әпке, мен сізге бір ұсыныспен келдім. Ұсыныс болғанда, ұсыныс деп те айта алмаймын бұны. Не ол? Айта бер. Қысқасы, Ерекең қарсы болмаса, екеуіңіздің неке қиюларыңызға мен қарсы емеспін, дегенде Ажар үндемей отырып қалды. Шынымен айтып отырсың ба, Сәуле? Иә, әпке, шынымен айтып отырмын. Бала Ерекеңдікі, некесіз туылмасын. Ертең азамат болғанда елің не, руың не, қай жердің туғансың дегенде не дейді? Әкем жоқ дей ма? Олай болмайды. Болар іс болған екен. Енді Ерекеңнің қуаты екеумізге жетер, қай жағынан болса да. Ажар үнсіз отырып, көзінен жасы сорғалай, Сәулені құшақтай алды. Алтыным, жаным, атаңа рахмет. Сені туған анадан айналдым. Мен Ерекеңді басқамен бөлісе алмас едім. Шын текті әулеттен екенсің, деп жылап жіберді. Екеуі әбден сырласып құшақтасып, Сәулені жүргізуші үйіне қайта апарып тастады. Жол бойы Сәуле ойланумен болды. Дұрыс болды ма істегенім? Әлде қалай болды? Сол ойдың ішінде үйге жеткенінде білмей қалды. Ералы бұл кезде кәнігі кәсіпкер болған. Өзінің орнына дәмханалар желісіне қарайтын басқа бір жігітті қойып, өзі алыс жақын шетелмен сауда бастаған. Ажардың қасында жүріп, танысқан жігіттер мұның алғыр екенін түсініп, өздерімен сауда істеуге тарта бастаған. Қазір Ерекең үлкен бизнеске дендеп кірген. Арада 1,5 ай өткенде Ерекең мен Ажардың да некесі қиылды. Ажар бұлардың үйіне келіп кетіп тұрады. Ажар алғаш келгенде-ақ басқа адамды жатырқай жылап, жанына жолатпайтын қос сәбиі анасын көргендей екеуі қатарласа
Сәби қолдарын созған. Мына көрініске Сәуле таңғалды. Мұндайда болады екен-ау. Ажарда осы екі сәбиді көрсе, басқа дүниені ұмытып кетеді. Азақ күнде үйдің іші бала ойыншығымен сыйлыққа толды. Үйге керек нәрсенің бәрін айтқызбай қалады. Ажар келе жатырмын десе, Сәуле әзілдейтінді шығарды. Дәу мамасы, жолдағы дүкеннің бәрін көтеріп келе жатырсыз ба? Жақында өзіміз дүкен ашамыз-ау. Осы деп әзілдеп айтқанда, Ажардың басына осы ой мықтап орнады. Қаладағы ең үлкен ана мен бала сауда орталығын ашу. Өзі айы күні жақындап, зорға жүрсе де, сол сауда үйін ашып алды. Жағдайы төмен, жалғызбасты аналарға жеңілдікпен тауар береді. Басқаларға қалыпты бағамен сатады. Екі ортада шапқылап жүріп, ай күні жақындағанында байқамай қалған Ажар бірақ күнде бебеулеп перзентханаға түсті. Ерекең іссапарда. Сәуле шапқылап, оны мұнысын тасып әлек. 10 күнде жатып, аман-есен балпанақтай ұл туды. Өзі едіге деп ат қойды. Ерекең келіп, ұлын перзентханадан өзі шығарып алып, үйлеріне қайтып бара жатқан кезде Ажар шын бақыттың не екенін түсінді. Жаныңа жақын адамың қасыңда, ұлың бауырыңда. Отағаң кәсібін дөңгелетіп отырса, одан асқан бақыт жоқ екен, соны түсінді. Құдай енді осы бақытымды көп көрмесе екен, деп күні түні іштей тілеу тілейді. Арада 4 ай өткен. Ерекең өз жұмысында, бұл Сәуле екеуі дүкенде. Ана мен бала орталығы деп ашқан үлкен дүкенде балалар ойнайтын арнайы үлкен бір залы бар. Ішінде тамақтанатын дәмханасы бар. Балаларға қарайтын 5 күтуші бар. Келген сатып алушылар да балаларын сол жерге қалдырып кетеді. Ажар өз бақытына сене бастады. Бұйыртса, едігесінің азамат болған, үйленген күнінде көрер. Бір күні дүкеннен шығып, көлікке жақындай берген Ажарды қатты жылдамдықпен келе жатқан көлік ұшырып әкетті. Ажар көлікпен қабырғаның арасында сылқ етіп, сол мезетте жан тапсырды. Көлік қайта артқа беріп қайта соқты. Бірақ Ажар алғашқы соққан кезде-ақ үзіліп кеткен еді. Жүргізуші көліктен асықпай түсіп, менің екі ботамның түбіне сен жеттің. Мен білем мұны. Енді мені соттаса да, атып тастаса да, маған бәрібір. Боталарым, сендердің кектеріңді алдым. Тыныш ұйықтаңдар. Шулап жатқан елге де келіп мұның қолына кісен салып жатқан полициядаға мән бермей, қария кісі алысқа көз тігіп қозғалмай тұр. Арада 6 жыл өтті. Сәуле мен ұлы едіге теледидар көріп отыр. Апа, ау күнім, мен үлкен мамамды түсімде көрдім. Дегенде Сәуле шошып кетті. Қандай үлкен мамаң? Мен ғой сенің үлкен мамаң, деді сасқалақтап. Не айтарын білмей. Әдемі мама екен. Мені құшақтап сүйді. Сосын жылады, деп анасына қарады. Сәуленің көзінен жас парлап, не істерін білмей телефонын шығарып, Ажардың суретін көрсетті. Осы мамаң ба? Иә, әдемі үлкен мамам. Ол қайда? Ол алыста едіге. Келмей ма? Жоқ, ол енді келмейді ұлым. Сен мектеп бітірген кезде бәрін айтып беремін. Жарай ма? Деп ұлын құшақтап ұзақ отырды. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаса, пікір жазып лайк басуды ұмытпаймыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.